Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін баклажаннан дайындалатын икра салатын дайындайтын боламыз. Өте дәмі керемет болып шығады. Тойымды сіздер менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге жуа қажет болады. Жуамызды осылай көбіктеп турап аламыз. Қазанға майымызды құйып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді сәбізімізді де көбіктеп турап, оны да қазанға салып қызарта қуыратын боламыз. Енді бұрыштарымызды тураймыз, оны да көбіктеп турап аламыз. Барлығын турап алып, қазанға салып, біркелкі қуыратын боламыз. Араластырамыз. Енді баклажанымызды тураймыз. Баклажанымызды да осылай көбіктеп, ұзынша етіп турап аламыз. Туралған баклажандарымызды қазанға салып, араластырамыз. Енді қызанақ помидорымызды да көбіктеп турап алып, қазанға салып, араластырып, чесногымды, сарымсағымызды, яғни үкіштен өткізіп, оны да салатын боламыз. Енді жақсылап араластырамыз да. Үстіне тұз салып, араластырамыз. Көкөністерімізді салып, жақсылап қайнататын боламыз. Қақпағын жауып қайнаттық. Енді мінекей салатымыз дайын, өте дәмі керемет боп, нанға жағып жесеңіздер дәмі керемет боп, тойымды тамақтың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар.